Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы шаралар өткізген кезде көптеген тәрбиешілердің және мектеп ұстаздарының ойларында сұрақтар туындайды. Төменгі сыныптағы оқушыға, яғни бастауыштың оқушысына мен жемқорлықты қалай түсіндіремін деген сұрақтар жүретіні сөзсіз. Ендеше біз сіздерге оны толығымен түсіндірейік. Егер де сізге сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараны бастауыш сыныпта ұйымдастыр десе, демек оның тақырыбын басқа түрде алу. Яғни жемқорлық деген сөз емес, оған қарсы антонимдерді адалдық, шыншылдық, еңбекшілдік, білімге құмарлық осы бағыттағы тақырыптарда болу керек. Яғни сіздің өткізілетін шараларыңызда оқушының бойында білімге деген құмарлықты арттыратын мәселелерді кеңінен қозғауымыз керек. Яғни сіз оқушыға білім алмасаңыз, оның кері әсері сіздің білімсіздігіңіз бар. Ал білімсіз адам бұл жемқорлыққа жол береді деген бағытта болу керек. Сонымен бірге ең басты мәселе оқушы бойында ұрлау қасиеттерінің жаман екендігін үйрету болу керек. Өйткені қазірден бастап ол көршінің қаламын, кетіргішін, өшіргішін, тағы да басқа нәрселерін рұқсат салып кететін болса, ол болашақта мемлекеттің қаржысын ұрлап қоюы мүмкін. Яғни ол бастауыш сыныптан бастап оқушы өзінің бойында өзгенің затын рұқсатсыз алуға болмайтындығын, оның арты үлкен зардаптарға әкелетіндігін түсіндіру керек. Яғни сіз бастауыш сыныпта сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шара ұйымдастыратын болсаңыз, оның тақырыбы адалдық бағытында, отанды сүю бағытында және еңбекке шақыру бағытында болуы керек.